Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қазақстандағы ең маңызды тарихи мәдени ескерткіштердің бірі. Ол Түркістан қаласында орналасқан. Негізгі мәліметтер: салынған жылы 1397 жылы. Салдырушы Әмір Темір. Мақсаты: сопылық ілімнің негізін қалаушы Қожа Ахмет Яссауидің қабірінің үстіне үлкен кесене тұрғызу. Сәулет стилі: Орта азиялық ислам сәулеті. Күйдірілген кірпіштен салынған күмбезді құрылыс. Биіктігі: орталық үлкен күмбездің биіктігі 38 метр, диаметрі 18 метр. Қызметі: рухани орталық, діни ғылыми білімнің таралу орны болған. Ерекшеліктері: Қазақстандағы ең үлкен күмбезді құрылыс. Кесене ішінде мешіт, кітапхана, қазандық, дәрісхана, Яссауидің қабірі орналасқан. 2003 жылы ЮНЕСКО тізіміне енгізілген. Бүгінде бұл кесене Қазақстан мұсылмандары үшін қасиетті орын, туристік және тарихи нысан болып есептеледі. Жалпы кесене тік төртбұрышты алып етіп жобаланған. Макетте кесененің бірнеше түрлі көлемдегі күмбездері мен мұнаралары көрінеді. Ең үлкен орталық күмбезі көк түсті, сыртынан 8 қырлы барабанға орналасқан. Бұл күмбез Тимур дәуіріндегі архитектуралық стильдің айқын белгісі. Алдыңғы бөлігінде 2 биік мұнара тұр. Олар қасбеттің бұрыштарында орналасқан. Үстіңгі жағы сәл сүйірленген. Қасбеті фасад. Батыс беткейі бас қақпа арка тәрізді. Портал маңы өте биік, сәнді, кең кіреберіспен ерекшеленеді. Кесененің дәл алдына қарай баспалдақтар мен алаң бар. Орталық күмбезден басқа бірнеше кіші күмбездер бар. Олар ішкі бөлмелерге сәйкес келеді.